Литосфералық плиталар тақырыбын қарайық. Литосфералық плиталар қозғалысын неміс ғалымы Альфред Вегенер енгізген. Мына картаға қарасақ, плиталардың шекарасы пазл тәріздес өзара ұқсас болып келеді. Бірін толықтырады деп айтуға болады, иә? Енді бұнда жалпы жер бетінде 7 ірі тақта, 10 шақты ұсақ тақта бар деп ғалымдар болжайды. 7 ірі тақтаға тоқталсақ, бұл бізде материктердің атымен аталатын континенттік тақталар, Солтүстік Америка тақтасы, Оңтүстік Америка, Африка, Евразия, Антарктидалық тақта. Тек мына жерде үнді австралиялық деп аталады. Мысалы, материк Австралия болғанмен, тақта немесе плита үнді австралиялық. Литосфералық плиталар, тақталар деген ол бір ұғым. Тек тақта деп ол қазақшаланып айтылады, плита. Енді сонда 7 ірі тақта десек, олар мінеки материктер 6 континент бар. Сол 6 континенттің атымен аталатын 6 тақта. Және 7-шісі ол тынық мұхиттық тақта. Ол мұхиттық тақта болып есептеледі. Таза мұхиттық тақта қайсысы десек, сонда тынық мұхиттық. Ал мысалы Атлант мұхиттық, үнді мұхиттық деген тақталар болмайды. Ол мұхиттар мына материктің, континенттің құрамына қосылып кетеді. Мысалы үшін Атлант мұхитының көп бөлігі Африка тақтасының ішіне кетеді, Оңтүстік Америкаға кетеді. Сонда таза мұхиттық тақта қайсысы дегенде тест жұмыстарында тынық мұхиттық, сосын мына жерде Наска тақтасы мынау. Наска тақтасы. Бұлар таза мұхиттық тақта. Енді мінеки қарасақ, біздің тақталарымыз үздіксіз қозғалыста болады. Неге десек, ол конвекциялық ағындардың әсерінен. Конвекциялық ағын дегеніміз, мына жердің ішінде магмада жаңағы болып жатқан қозғалыстар. Ыстық заттың үстіге көтеріліп салқындауы, салқындап қайтадан астыға түсіп ыстық затқа айналуы, міне осы қозғалыстың әсерінен плиталар, тақталар литосфералық үнемі қозғалыста болады. Енді олардың қозғалысы неге біз байқамаймыз? Өйткені олар өте баяу қозғалады және плиталар өте үлкен. Сондықтан мысалы біз оны сезбейміз деуге болады. Баяу қозғалады дегенде жылдамдығы қандай? Мына жерде 2,3, мысалы 10, 6,5 деп тұрған сандар бұл плиталардың жылдамдығы. Ең жылдамдығы жоғары мынау тынық мұхиттық тақта. Жылына 10 сантиметр. Мына 10, 6,5 ол сантиметр. Жылына деген немен өлшенеді. Жылына, сонда ең тез қозғалатын ол тынық мұхит жылына 10 сантиметр екен. Қалғандары мысалы 1,9, 4,9, міне осылайша жылына сантиметрмен қозғалады. Енді бұл плиталардың шекарасы. Қарасақ, мысалы кейбір жерде олар қарама-қарсы бағытта қозғалып ажырап жатса, енді бір жерде бір-біріне қарсы қозғалып соқтығысып жатады. Мысалы, мінеки қарасақ, міне стрелка мына жаққа, мына жаққа. Значит, екеуі қайтты деген сөз. Қарсы қозғалып бір-біріне соқтығысты деген сөз. Енді плиталардың қозғалуына байланысты жер бетіндегі континенттер үнемі, континенттердің орны үнемі өзгеріске түсіп тұрады. Мінеки мысалы, ғалымдардың болжауынша жер бізде қандай болған? Кезінде бір ғана континент, бір ғана мұхит болған. Пангея деген суперконтинент және Тетис деген мұхит. Енді осы плиталардың қозғалысының әсерінен бұл континенттер бір-бірінен бөлініп ажырай бастайды. Бір ғана Пангеямыз Лавразия Гондванаға бөлінеді. Гондвананың құрамында Оңтүстік Америка, Африка, Антарктида, Австралия, қазіргі 4 континент Гондванада болады. Лавразияда Солтүстік Америка мен Евразия болады. Енді бұлар одан ары қозғалғандықтан орнын ауыстыра бастайды. Антарктидадан көмір табылған. Неге? Себебі Антарктида кезінде орны қазіргі полюсте емес, экватор, тропик дегендікте болып, ол жақта жылы болған. Ағаш, орман өскен, содан көмір пайда болған деп болжайды ғалымдар.
міне бүгінде осындай 6 материк бар екенін біз білеміз. Енді келешекте дейді 5 миллион жылдан кейін олардың орны тағы да ауыса береді. Әрине, өйткені олар қозғалып жатыр. Орны ауысады, өзгеріске түседі. 200 миллион жылдан кейін Пангея 2 деген суперконтинент пайда болады. Осы қозғалыстардың әсерінен деп болжанып отыр. Енді тақталардың қозғалысының түрі қандай? Бірінші дивергенция, яғни тақталардың ажырау үдерісі, екі жаққа кетуі тақталардың. Конвергенция, тақталардың соқтығысу үдерісі. Сондай-ақ тақталар қатарласып қозғалуы мүмкін, соқтығыспай немесе ажырамай, бұны ығыспалы орын ауыстыру деп аталады. Тақталардың параллель қатарласып қозғалуы. Енді осылардың әрқайсына тоқталсақ, дивергенция, яғни ажырау үдерісі. Конвергенция, соқтығысу үдерісі десек, олар өз ішінде бөлініп кетеді. Мысалы, конвергенцияның түріне жататын субдукция. Бұл жерде соқтығысады материктік немесе континенттік тақта мен мұхиттық тақта. Мына жақта мұхиттық тақта, мынау континенттік тақта. Екеуі соқтығысады. Ол кезде не болады? Жеңіл, тығыздығы төмен мұхиттық тақта континенттік тақтаның астына енеді. Мына неден көріп отырғанымыздай, астына еніп кетеді. Ал материктік тақта, континенттік тақта жоғары көтеріледі, сөйтіп тау пайда болады. Вулкандар пайда болады. Бұл тақталардың шекарасы ең қозғалмалы сейсмикалық зоналар. Жер көп сілкінетін, вулкандар көп таралған аймақ болып есептеледі. Субдукцияның айқын мысалына Анд таулары немесе Кордильера таулары. Олар осы тақталардың шекарасында мұхиттық пен континенттік тақталардың соқтығысуынан пайда болған. Келесі конвергенцияның келесі түрі коллизия. Бұнда соқтығысады екі континенттік тақта. Мысалы, Евразия тақтасы мен Үндо-Австралиялық тақта. Екеуі де континенттік. Мұндай жағдайда екеуінің тығыздығы, қалыңдығы, мысалы үшін бірдей болғандықтан, екеуі қатпарланады, бір-біріне қарай қозғалып, қатпарлану жүреді, тау пайда болады. Гималай коллизияның айқын мысалы. Гималай таулары әлемдегі ең биік тау коллизиядан, яғни континенттік тақталардың жақындап соқтығысуынан пайда болған. Келесі плиталардың ажырауына келетін болсақ, бұнда тақталар екі жаққа кетеді. Егер плиталар мұхиттың түбінде екі жаққа кетіп жатса, онда спрединг болады. Спрединг дегеніміз мұхиттардың түбінде тақталардың екі жаққа ажырауы. Тақталар екі жаққа ажырағанда, ол жерде жарық пайда болады. Жарықтың бойымен мантия жоғары көтеріліп, суға шығып, қатып, су асты жотасына айналады. Мысалы, мінекей Атлант мұхитының астында әлемдегі ең үлкен су асты жота, ең ұзын су асты жоталары орналасқан. 17 000 километрға созылады. Сонау солтүстік мұзды мұхитынан бастап Антарктидаға дейін созылып жататын ең ұзын су асты жотасы. Бұл спредингтің мысалы. Мұхиттардың түбінде плиталардың ажырауы. Енді сонымен ең көп тараған плиталар қозғалысының түрімен таныстық: коллизия, субдукция, спредингпен. Кейде плиталар материкте, континенттің өзінде де екі жаққа ажырап жатуы мүмкін. Оған біз шығыс Африка жарығын жатқызамыз. Ол жерде Африка континенттік тақта. Сол жерде де жарық пайда болған. Яғни плита екі жаққа ажыраған. Ондай жағдайда ол жарыққа су толып көл пайда болады. Мысалы үшін Танганьика. Танганьика көлі тектоникалық көл. Неге? Өйткені жаңағы жарықта орналасқан. Тақталардың мысалдары десек, мінекей жаңа айтқандай, материктердің атымен аталады: Евразиялық, солтүстік америкалық, оңтүстік африкалық, Үндо-Австралиялық, антарктикалық және тынық мұхиттық. Тынық мұхиттық, таза мұхиттық тақта. Енді осы тақталардың шекарасы ең қозғалмалы сейсмикалық белдеулер мінекей қызылмен тұр. Мына жер тынық мұхит, отты шеңбер деп аталады, тынық мұхиттың жағалауы. Бұл жерде көптеген жанартаулар, жер сілкіністері болып тұрады. Сол сияқты Альпіден бастап Гималай тауына дейінгі екінші сейсмикалық белдеу орналасқан, Альпі-Гималай белдеуі. Бүкіл жер бетіндегі болатын жер сілкіністерінің 80-90% осы сейсмикалық белдеулерде
орналасады. Яғни плиталардың, міне мына қызылдың барлығы плиталардың шекарасы. Мысалы, мынау Атлант мұхитының түбіндегі спрединг, өйткені бұл жерде плиталар екі жаққа кетіп, астынан магма шығып, су асты жотасы пайда болған. Мына жер, мысалы үшін, Анд таулары мен Кордильера субдукция, өйткені континенттік тақта мен мұхиттық тақта соқтығысады субдукцияда. Ал мына жердегі Гималай тауларымыз, ол коллизия. Бұл жерде үнді австралиялық тақта менен Евразия тақтасы соқтығысады. Сондай-ақ соқтығысу жерінде тек қана таулар емес, аралдар доғасы да пайда болуы мүмкін. Мысалы үшін, мына тынық мұхиттық тақта менен Евразия тақтасының соқтығысуына, мысалы, жаңағы Жапон аралдары пайда болған. Неге Жапонияда жер өте көп сілкінеді? Себебі бұл плиталардың шекарасында орналасқан арал болып есептеледі.